Балуан болу тек күш емес, ол төзім мен тәртіп. Мен Айбатұлы Бекзат, Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саға мектеп балабақшасының 10 сынып оқушысымын. Республикалық, облыстық, аудандық қазақ күресінен жарыстардың жеңімпазымын. Менің бала күнгі арманым қазақ күресінің мықты балуаны болу. Кішкентай кезімде балуандардың жарысын көріп, олардың күші мен қайсарлығына таңғалатынмын. Сол сәттен бастап менің жүрегімде үлкен арман пайда болды. Менде Қажымұқан Мұңайтпасұлы сияқты қайсар болып, батыл елге танымал балуан болуды мақсат етемін. Бұл мақсатқа жету үшін мен үнемі жаттығып, еңбек етіп, өзімді дамытып келемін. Себебі нағыз жеңіс тынымсыз еңбектің нәтижесі. Құрметті оқушылар, бүгінгі арамызға палуанымыз келіп жатыр. Қош келіп жатсың. Арамызға келіп жатыр бүгінгі Айболатұлы Бекзат, қошеметтеп жүріп Шығысқа барсаң ақын көп, тілімен тіліп тірескен. Батысқа барсаң батыр көп, балуан болып күрескен. Қорғанда болған солтүстік, ордан болған оңтүстік, орман болған орталық, бірлігі бекен тілескен. Абылай болған киесі, жүзден құралған жүйесі. Мен қазақ деген қасқырмын, ұлы даланың иесі. Ей тәкаппар дүние, маған бір қарашы. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы. Тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Ей тәкаппар дүние, маған бір қарашы. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы. Қазақстанның балалары бүгін шексіз әлемнің кез келген аренасын бағындыруға қауқарлы. Олардың артында таудай сенімі бар ұстаздары, алдында ашық аспан мен жарық болашақ тұр. Мүмкіндік шексіз, мақсат айқын. Ұстаз ұлағатымен шыңдалған, қазақ күресімен ұрықтанған. Біздің балалар әлемді таңғалдыратын нағыз батырлар. Біздің жолымыз жеңіс жолы. Менің өмірлік мақсатым қазақ күресін сүйетін, ел намысын қорғайтын мықты спортшы болу. Қазақ күресі мен үшін жай спорт емес, ол тәртіпке, төзімге және жеңіске жетелейтін өмір мектебі. Кеудеде намыс қайнап, көзінде от ойнаған, қаршыға қанаттары әлі де қатаймаған. 5 жасар баласы да аттан деп ат ойлаған.